Менің бір жасағанда шыққан балды, яғни медовигім. Бұл тортқа оқытудың қажеті жоқ, қарапайым ингредиенттерден жасалынады. Сондықтан осы керемет рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, жұмыртқа, сода, бал, қант, сары май қажет болады. Алдымен шұңғыл ыдысқа сары майды, балды, қантты салып, орташа отта барлығы жақсылап ерігенше араластырып тұрамыз. Барлығы жақсылап еріді. Енді шай қасықпен содамызды саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай көпіреді, сондықтан ыдысыңыз шұңғыл болуы керек. Соданы салған соң астын басып, отын азайтамыз. Осы массамыз карамель түске боялғанша үзбей араластырып тұрамыз. Маған осындай түс болған ұнайды, отын өшіремін. Егер сізге бұдан да қызғылт түс керек болса, үзбей араластырып отын өшірмейсіз. Енді осы массаны екінші шұңғыл ыдысқа құйып, суығанын күтеміз. Шамамен 10-15 минут аралығында салқындайды. Тастай болып суып қалмау керек, өйткені ары қарай жұмыс істеуіңіз қиын болады. Яғни жылыдан сәл ыстықтау болу керек, жұмыртқасы күймейтіндей салқындаса болғаны. Салқындаған соң венчикпен немесе миксермен жұмыртқаны бір-бірден салып араластырамыз. Содан кейін ұнды саламыз, барлығы біркелкі масса болғанша араластырамыз. Менің пергаментімнің сапасы онша жақсы емес, сондықтан сары майды қағазға жағып шығамын. Сонда асты жабыспай, корждарды алуға оңай болады. Сместің кішкенесін бір реттік қапқа салып аламын. Осылай сызып алған мен үшін оңайырақ. Ал егерде сізде осындай қап болмаса, қапа болмаңыз, қаламмен сызып алсаңыз болады. Мен форманың размерін 22 см етіп аламын. Арнайы қалып болмаса, тарелканы қойып сызып алсаңыз болады. Шамамен 3 ас қасықтай салып, жайпалап жағып шығамын. Менде 8 корж шықты. Соның барлығын алдын ала дайындап алдым. Қызып тұрған пеште қызарғанша 150 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аласыз. Пісіріп алған соң қалыпты қойып, жұмсақ кезінде ішінен пышақты жүргізіп кесіп аламын. Кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 30% қаймақ керек болады. Мен ондай қаймақ таппадым. Содан 20% қаймақты алып, кешке қаймақты ситаға қойып сүзіп алдым. Қаймаққа қоюландырған сүтті қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қозғалмасы үшін тарелкеге кішкене крем жағып, корждарды жинаймыз. Кремін аямай қорықпай салыңыздар. Мен екінші корждан бастап грек жаңғағын септім, одан кейінгі коржға кешмиш сеуіп шықтым. Кешмишпен жаңғақ салу міндетті емес. Жаңғақты мен суға салып бір күн бұрын бұқтырып қуырып алдым. Осылай 4 коржға ғана, яғни 2 слой жаңғақ, 2 слой
кишмиш сеуіп шықтым. Шет-шетінен кесіп алған, яғни артылған коржды блендермен немесе оқтаумен үгітіп алып, бетіне сеуіп шығамыз. Тортымыздың кремі сіңіп дәмді болуы үшін кемінде 6-7 сағат тұруы керек. Мен бір түнге қойдым. Мен жан-жағына посыпка жақпадым. Егер сіз жағатын болсаңыз, бір коржын алып, үгітіп, дайындап, ертесінде жағасыз. Торттың рецебі сөзсіз дәмді екен. Біз үшін тәттілігі көп болды. Өйткені мен қосқан балымның тәттілігін ескермеппін. Яғни балыңыздың да тәттілігіне мән беріңіздер. Келесі жолы мен қантын аздау қосамын. Егер де сіздер де біз секілді тәттіні көп жемейтін болсаңыздар, азайтып қоссаңыздар болады. Туыстарыма да тортты беріп көргенде оларға тәттілігі дұрыс болды. Сондықтан бірінші осы рецепт бойынша жасап көріп, өзіңізге галочкасын қойыңыз. Жаңғақ пен жүзіміне келсек, орысша айтқанда самый то болып тұр. Көп болса дәмін құртып жіберуші еді. Ерекше дәм беріп енді керемет шыққан. Көргендеріңізде жасалу оңай, өте керемет рецепт. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.